Алла Тағала не дейді? Астағизу билла, күнтум хайра умматин ухриджат линнас. Сендер ең хайырлы үмметсіңдер дейді. Ең хайырлы, ең абзал үмметсіңдер. Бізді солай мақтап тұр. Ол жай ғана біз мұсылманбыз деп тілімізбен айтқанмен ондай хайырлы керемет үммет болып қалмаймыз. Алла Тағала арғарата қасиеттерімізді айтады. Қандай қасиетімізбен, қандай амалымызбен біз хайырлы үмметпіз. Та'муруна бил ма'руф. Жақсылыққа, ізгілікке шақырасыңдар. Ва танхауна анил мункар. Жамандықтан, күнәдан адамдарды қайтарасыңдар. Ва ту'минуна билла. Сендер Аллаға иман келтіресіңдер. Алла Тағала негізгі осы үш қасиетімізбен бізді ең хайырлы үммет етіп тұр. Біз қарап жүрмейтін үмметпіз. Жақсылықты жан-жағымызға шашып жүретін үмметпіз. Сол үшін Алла Тағала айтып жатыр, адамдар үшін шығарылғасыңдар сендер деп. Адамдар үшін. Адамдар біз үшін емес, біз адамдар үшін. Яғни жан-жағымызға тек пайдамызды тигізіп жүретін, зиянның барлығын барынша шектеуге, тоқтатуға ұмтылып жүретін үмметпіз. Сондықтан біз адамдар үшін, адамдардың мүддесі үшін Алла Тағала бізді мұсылман үмметі етіп жаратты. Солай мынау дінге біз сеніп осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкелген шариғатқа еріп жүрміз. Сол үшін осы жерге бәріміз жиналдық.